Мен бүгін сіздерге сырға жайлы мағлұмат айтып берейін. Сырға құлаққа тағатын әшекей. Әшекей бұйымдардың тіл көзден сақтайды деген түсінік ол ертеден қалыптасқан. Солардың арасында ең көп тараған түрлерінің бірі сырға салу дәстүрі. Сырғаны қыз балалар бала жастан бастап өмірінің соңына дейін тағып жүретін әшекей. Қазақ халқында ер балаларды 5 жастан бастап сүндетке отырғызғаны сияқты, мұсылмандықтың бір шарты ол қыздарды 5 жастан бастап құлағын тесу ата-ананың парызы болып есептеледі. Қазақ халқында құлағы тесілмеген қыздың құлағын о дүниеге барғанда жылан тесіп өтеді деген наным-сенім қалыптасқан. Әйелдер не үшін сырға тағады? Осы сұрақтың жауабы ретінде мен сіздерге бір кішігірім аңыз айтып берейін. Ертеде Бибісара анамыз жасы 90-нан асса да құрсақ көтере алмаған екен. Содан Ибраим пайғамбар өзінің Бибажар атты бір көңіне үйленеді. Көп ұзамай Бибажар анамыз құрсақ көтереді. Тоқалдың жүкті болғанын білген Бибісарада қызғаныш пайда бола бастайды. Бұны сезген Ибіліс: «Ей Сара, сен қанша күйеуіңе адал қызмет етсең де, Құдайым Бибажарды сенен артық көрді. Бұл әділетсіздік. Сен оны өлтіріп, қайсең де өшіңді алуың керек» дейді. Содан Бибісара қызғанышты жеңе алмай, «Мен қайсем де ажарды екі жерден жаралаймын» деп өзіне ант су ішеді. Сол күні түнде Бибісара анамыз түс көреді. Түсінде зәулім шынар ағашын егіп жатыр екен. Шынар тез өседі, айналасына сәулесін төгеді. Ояна келіп, түсін күйеуіне жортады. Сонда Ибраим пайғамбар: «Көп ұзамай ұлды боласың, ұлың пайғамбар болады» дейді. Бұны естіген Бибісара анамыз қатты қуанады. Бірақ кенеттен Бибажарды өлтіремін деген анты есіне түсіп келіп: «Бибажарды екі жерден жаралаймын деген едім. Енді ол антым не болады?» деп айтады. Сол кезде Ибраим пайғамбар: «Іштарлық ол Ибілістің ісі. Ибіліс адамның дәрежесін көре алмай, Құдайдың әмірімен қуылған еді. Қызғаншақтыққа бойыңды билетпе, ақта болсаң ант ішпе, айрандай өзіңе жұғады» дейді. «Және де Бибажарды өлтіремін деп ант су ішкен екенсің, оны шартты түрде орындау керек. Олай болса Бибажардың тек құлағын жараласаң да жетеді» дейді. Осы кезде Бибісара анамыз қолына қанжарын алып, Бибажардың екі құлағының сырғалығын тесіп жарақаттайды. Қан судай ағады, Бибажардың өңі қашады. Бибісара анамыз бұны көрген кезде қатты қорқады, қанды көріп. Дәл осы сәтте Жебірейіл періште бейіштен екі сырға әкеледі. Құдайдың әмірімен әрине. Екі сырға әкеліп Бибажардың құлағына тағады. Жәннаттың лағыл тасын тағынған кезде Бибажар анамыз қор қызындай құлпырып сұлу болып кетеді. Міне сол кезден бастап қыздарға сырға тағу дәстүрі пайда болған екен. Мінекей қыз-келіншектер, біз сырға тағып жүруіміз керек. Бұл ата-баба салты. Ұмытпайық ағайын.